Енді мүддеміз, ойымыз тек қана өзіміздің мүгедектігі бар жандардың мүддесін қорғау, басқа ешқандай политикаға араласымыз жоқ. Мынау заңды өзімізге лайықтап жасаса дейміз, айтып отқан нәрселерді естімейді біздің. Мүгедек адамдардың жағдайын қорғайтын бір үлкен қозғаушы күш болу керек деп есептейміз. Заң қабылданады, кейбір кезде сол заңдардың өзі орындалмай жатады. Негізі заң бойынша біз жаңағы әділет министрлігін ескертіп, жаңағы құжаттарды өткізгеннен кейін бір тәуліктің ішінде біз рұқсат алуымыз керек, ары қарай жұмыс істеуге болады деген. Сол бірінші сатыдан әлі өте алмай жүрміз. Бірінші рет емес, екінші рет отказ беріп тұр. Зағиптар әділет министрлігін сотқа берді. Өйткені мүмкіндігі шектеулі жандарға партия құруға мүмкіндік бермей отыр деп мұңын шақты. Сонда бізде екі түрлі стандарт па? Бұл мүгедектерді ашық мүсіркеу емес пе? Олардың мақсаты мүгедектердің мәселесін көшеде емес, құрылтай мінберінде көтеру. Қазақ соқырлар қоғамының төрағасы Алмат Наурызбаевты тыңдап көрейік. Біріншіден, бұл бастаманы мен көтергенім емеспін. Біздің мүгедек азаматтар, әсіресе қоғамның, қазақ зағиптар қоғамының белсенді азаматтары осы соңғы 2-3 жылда осы мәселені жиі көтеріп жүр. Соған байланысты даже біз биыл инициативтік топ құрдық, заңның талабына сай ұйымдастыру комитетін құрдық. Материалдарды дайындап, тексеруден өткізіп, біз негізі әділет министрлігіне бердік. Негізгі мүгедектердің құқын және оның мүдделерін қорғайтын бір күш керек қоғамға, азаматтық қоғамға. Мына өкінішке орай, қалай десек те болады, мына парламенттегі қазіргі партиялардың атынан жүрген мүгедек азаматтар толыққанды мүгедектердің жағдайын жақсартатын жұмыс істей алмай отыр. Оның себебі біріншіден тәжірибенің аздығы шығар, екіншіден ондай бізде әлі тәжірибе қалыптасқан жоқ, ол да бар шығар. Сол себептен біздің қоғамның, зағиптар қоғамның белсенді азаматтары өзіміздің мүддемізді қорғайтын партия ашу керек деп жүр. Негізгі инициаторлар сол қоғамның қарапайым мүшелері. Өйткені негізгі қиындық, негізгі проблема сол кісілердің басына түседі, сол кісілердің басынан өтеді. Осыған байланысты біз партияның заңына сүйене отырып, құжаттарды негізі әділет министрлігіне өткізген болатынбыз. Осыдан 4-5 күн бұрын. Қандай қиындықтар болып тұр қазір? Енді заң бойынша сіздер тіркеу керек па? Қиындықтар болғанда әлі тіркеуге жетпей отыр. Негізі заң бойынша біз жаңағы әділет министрлігін ескертіп, жаңағы құжаттарды өткізгеннен кейін бір тәуліктің ішінде біз рұқсат алуымыз керек, ары қарай жұмыс істеуге болады деген. Сол бірінші сатыдан әлі өте алмай жүрміз. Бірінші рет емес, екінші рет отказ беріп тұр. Енді сол себептен қазір әкімшілік сотқа жүгінуге тура келді. Әділет министрлігінің тарапынан жауапкершіліксіз немқұрайлы қатынас бар сияқты. Негізі заң бойынша сіздердің бүкіл талапқа келіп тұрсыздар. Партияның атауы қандай болады мысалы? Партияны біз әлеуметтік партия құрамыз деген ойдамыз. Партияның негізі әлі аты белгісіз, өйткені ол құрылтайдың отырысында шешілетін нәрсе. Бірақ қазіргі жоба Парасат, әлеуметтік партияның аты Парасат деп қоймақпыз. Егер де мысалы тіркелетін болса, оның мысалы мүшесі қол қоятын адам қанша болады? Қазір қанша мүмкіндігі шектеулі жан бар мысалы? Республикада 750 мыңға жуық мүгедектігі бар азаматтар бар. Ол бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер. Біздің ойымызша біз сол үлкен
аудиторияны қамтуға тиістіміз. Біз зағиптар немесе саңыраулардың мүддесін емес, толық республиканың мүгедектерінің мүддесін қорғау үшін қорғайтын партия ашу үстіндеміз. Алмат Сәбитжанұлы, енді бірақ сіз енді соңына дейін күресесіз ғой, мысалы әділет министрлігін сотқа бердіңіз қазір. Біз осы алдағы болатын құрылтайға үлгермеуіміз мүмкін. Мына әділет министрлігінің іс-әрекеті соған байланысты сияқты, біз үлгермей қалсақ деген олардың бір пікірлері бар сияқты. Бірақ ол өмір осы алдағы құрылтайменен шектелмейді ғой. Әлі келесі жылдары бар, алда тағы да бірнеше мәрте осындай құрылтайға сайлау болады. Оның үстіне енді мүгедектердің өкінішке орай саны көп емес, азаймай отыр ғой. Сол себептен бұл ой өзінің өміршеңдігін әлде де көрсетеді деген үміттеміз. Біз негізі қолымыздан келсе еліміздің президенті Тоқаев мырзаға үндеу тастағымыз келіп отыр. Өйткені ол кісінің негізгі мақсаты мүгедектердің өмір сүру деңгейін жоғары бір сатыға көтеру. Соны біз бірігіп істесек дейміз. Мүгедектің проблемасын мүгедектен артық ешкім білмейді. Қандай маман болсын, эксперт болсын, ол мүгедектің проблемасын мүгедек қана біледі. Сол себептен егер біздің партияда, парламентте мүгедектің мүддесін қорғайтын бір өзара жеке күш болса, одан біздің елдің мерейі үстемі жоғары болады деген ойдамыз біз негізі. Заң талабына сай барлық құжатын сайлағанмен министрлік тіркеуге асығар емес, тіпті құжатын белгісіз себеппен қабылдамай отырған көрінеді. Заң бойынша партияны тіркеу үшін кемінде 20 мың мүше болу керек. Елдің әртүрлі өңірінде филиалы болуы тиіс. Ел бойынша 750 мың мүмкіндігі шектеулі жан барын ескерсек, олар қай талапқа болмасын сай келеді. Бірақ биліктің бүйрегі оған бұрылама. Енді қазір осы биылғы жаңа парламент құрылады деп жатыр. Жаңа конституциямызды құрдық. Соған қарай өзіміздің қазақ жептар қоғамның партиясын, әлеуметтік партияны құруға шешім қабылдадық. Соған басын бастадық. Бірақ әділет департаменті жаңағы министерствосы қарсылық көрсетіп отқанын естіп жатырмыз. Біздің енді мүддеміз, ойымыз тек қана өзіміздің мүгедектігі бар жандардың мүддесін қорғау, басқа ешқандай политикаға араласымыз жоқ. Мынау заңды өзімізге лайықтап жасаса дейміз. Айтып отқан нәрселерді естімейді біздің. Мынау біздің координационный совет бар, Минтрудтың жанында. Бұл жерде айтылып жатқан заттардың көбісі естіліп жатқан жоқ, көбісі жасалып жатқан жоқ. Енді мүмкіншілік болса, партияны құрып, жаңағы сол жерде парламенттің деңгейінде сол мәселені көтерсек деп. Бүкіл Қазақстан бойынша тек қана зағиптар емес, бүкіл мүгедектігі бар жандардың мүддесін қорғаймыз ба деген ойымыз бар. Енді соған мемлекет қолдау көрсетсе, партияны қолдап, біз де сол мемлекеттің жасап жатқан жоспарына бәріне қосыламыз. Ешқандай қарсылығымыз жоқ, бірақ енді өзіміздің ойымызды сол жерде айтқымыз келеді. Алмат Сәбитжанов айтып өтті ғой, зағиптердің, жалпы мүгедек адамдардың жағдайын қорғайтын бір үлкен қозғаушы күш болу керек деп есептейміз. Заң қабылданады, кейбір кезде сол заңдардың өзі орындалмай жатады. Оның үстіне мынау бізде егер ана жерде парламентте қазір енді құрылтай болып жатыр ғой, егер 1, 2, 3 адам отырса, бұлардың нелерін, қажеттіліктерін, бұлардың жағдайын сол жерде ескертіп айтып отырса дұрыс шешілер еді. Өйткені ол жерде көп адамдар, әрине біз бәріне алмаймыз, көп адамдар түсініңкіремейді, адам өз басынан өтпегеннен кейін оны біле қоймайды. Сондықтан да бұл жерде біз ең керегі парламентте, құрылтайда отыратын біздің адамдар болса деп ойлаймыз. Әрине қазір мысалы ондай проблемалар көп,
екінші топта көз мүгедектерінің жәрдемақысының өте аздығы, оларға ешқандай қолдаудың болмайтыны. Біз бірінші топта көз мүгедектер жүріп жатқан көшедегі автобустарда, басқа жерлерде инватаксилерде пайдаланылмайтындығы бар. Сондықтан да біз ойлаймыз, енді ол жерде жақсы сауатты бір-екі адам отырса, және құрылтайдың мүшелеріне түсіндіріп айтса, олар да қолдау тауып отырар еді. Өз алдына дербес партия қажет дейсіз ғой? Өз алдына сондықтан да дербес партия қажет деп ойлаймын. Әлемде мүгедектердің құқығын қорғайтын саяси қозғалыстар бұрыннан бар. Мысалы, Еуропада мүмкіндігі шектеулі жандардың мүддесін ашық қорғайтын партиялар мен парламенттік ұйымдар жұмыс істейді. Ал Қазақстанда 750 мың мүмкіндігі шектеулі адам деген бұл бір облыстың халқымен тең көрсеткіш. Бірақ солардың мәселесін жүйелі түрде көтеретін саяси күш жоқ. Мүгедек деп мүсіркемей бізге жеңілдік емес, саяси мүмкіндік беріңдер дейді. Себебі пандус, инватакси, жәрдемақы, жұмыссыздық, қолжетімсіз орта, мұның бәрі әлі толық шешілмеген, қордаланған проблема. Сондықтан Әділет министрлігін сотқа берді. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Мүгедектерден құралған партия Қазақстанда мүмкіндік берілу керек пе?